Сарапшылардың айтуынша бауыр ешқашан ауырмайды, бауырда жүйке талшықтары жоқ, сондықтан да бауырда ауырсыну сезімі болмайды. Тек бір жағдайда ғана бауыр мөлшері ұлғайған кезде ауырсыну пайда болуы мүмкін. Бауыр адам ағзасындағы ең үлкен ішкі мүшесі. Бауырда ауырсыну белгісі болмағанмен сыртқы дене мүшелерімізге белгі беріп тұрады. Ендеше осы белгілерді бірге анықтайық. Бәріңізге сәлем. Бүгінгі видеодан бауыр ауруының алғашқы белгілері мен қауіпті жағдайлардың алдын алуға көмектесетін белгілерін айтамын. Және де бауырдың қызметі қандай? Осы туралы болмақ. Сіздермен бірге пайдалы кеңес арнасы. Егер сіз бұл видеоны көріп отырсаңыз, маған тіркеліп, подписация кнопкасын басып кетуіңізді сұраймын. Сіздің болмашы ғана әрекетіңіз мені шабыттандырады. Кейде белде пайда болатын қышыма да қауіпті аурудың белгісі болуы мүмкін. Мұндай кезде дәрігердің көмегіне жүгінуді ұмытпаңыз. Бауыр бұл денеміздегі маңызды ағзалардың бірі. Ол ас қорытуға көмектеседі. Өмірлік маңызды заттардың синтезиді және токсинді сыртқа шығарады. Бауыр қызметінің бұзылуы әлемдегі ең кең тараған проблемалардың бірі. Бауыр ағзада маңызды қызмет атқарады. Ол гормондардың артық сақталуын жою мен артық заттарды сыртқа шығару және энергетикалық қор мен дәрумендерді сақтайды. Сонымен қатар қан түзілуіне қатысады. Сондай-ақ бауыр ауруын туындаған кезде бүкіл ағзаға нұқсан келтіреді. Сау бауыр салауатты өмір салтының негізі. Ағзадағы кез келген мүшеңіздің ауруына баса назар аударуыңыз керек. Бауыр патологиясы көбіне көзге көріне бермейтін белгілермен өтеді. Бауырда қандай да бір белгілер болса, зертханалық тексеруден кейін анықтауға болады. Бауырда ауырсыну белгілері болмағандықтан дәрігерлердің тексеруінен жылына бір рет тексеруден өтуге кеңес береміз. Бауырға шамадан тыс күш түсу ағзаның тіндерінде өт қышқылының жиналуын білдіреді. Бауыр ауруы кезінде қышыну аяқта, алақанда, дененің басқа да жерлеріне таралуы мүмкін. Дененің қышынуы әсіресе түнгі уақытта, дене жылығанда немесе ыстық душ қабылдағанда байқалады. Бауыр ауруының екінші белгісі көптеген бөртулер мен көгерулер, яғни қолда, шынтақта, аяқта, тіпті көздің үстіңгі қабағында да холестерин шөгінділері, сары түсті түйіршіктердің жиналып шығуы. Бауырдың созылмалы аурулары түрінде алақанда симметриялық алақан эритемасы, аяқтың үлкен кішкентай саусақтарының үстіңгі аймақтарында қызарулар пайда болады. Келесі белгісі өкшенің жарылуы. Бауыр дененің май қышқылдары мен сонымен қатар Е, С, В, 3 дәрумендерімен қанығу үшін үнемі өт шығарып отырады. Бұл дәрумендер терінің тонусын ұстап тұру үшін қажет дәрумендер. Адам дұрыс тамақтанбаған жағдайда бауыр қызметін дұрыс атқара алмайды да, ағза керекті заттарды қабылдамайды. Тері құрғап кетеді. Сондықтан да дұрыс тамақтану мен су ішуден бастап күнделікті асыңызды көкөністер мен шөптер, жеміс жидектер, ағзаны дәрумендермен толтырып отыру керек. Ауруының келесі белгісі аяқтың ісінуі. Бауыр ауруы бүйрек және қан тамырларының жүйесінің ауытқуына әкелуі мүмкін. Жүйе бұзылған кезде ісіну мен терінің астындағы тұздардың жиналуына себеп болады. Келесі белгісі шаштың көптеп түсуі. Бауыр ауруы кезінде жиі кездеседі. Бауырға келіп түсетін барлық қоректік заттар қайталым-дейді. Бауыр қызметін дұрыс атқара алмаса, терілерге келіп түскен заттардан зардап шегеді де, жаралардың ұзақ уақыт жазылмауы мен шаштың түсуі жиілейді. Үнемі шаршау сезімі. Ағзаға зиянды заттар көптеп жиналса, өз күшін тазалаумен күресе алмай қиналып, сол кезде шаршау сезімі пайда болады. Процесс кезінде ұйқышылдық пен шаршау ұзақ уақыт жүреді. Токсиндер мен шлактар денеге жинақталып, асқазан ішек жолдары қызметін баяулатады. Ағза қуат көзін арттыру үшін қоректік заттар тез түсіп отыруы керек. Ас қорыту жүйесі баяулағанда адам жиі шаршайды, ұйқы қанбайды, жұмыс жасауға ұмтылысы да баяулайды.
белгілер өрши түссе, бауыр қанды нашар тазалай бастайды. Осы кезде ішкі мүшелерге оттегі жетіспейді. Жұмыс жасауға қабілетін айтарлықтай төмендетеді. Осы сәтте кортизол гормонының өндірісі артады. Кортизол гормоны ұйқыны басқаратын және ұйықтау процесіне әсер ететін гормон. Үнемі ұйқышылдық сіздің тіршілігіңізге зиянын келтіреді. Жабырқау, зейін қою мен шаршау сезімі басым болса, сақ болған жөн. Келесі белгісі ауыздан жағымсыз иіс шығу кезінде бауырдың зиянды заттарды сыртқа шығаруға қиналып, тозып, жұмыс жасай алмай, ауыздан жағымсыз иістердің шығуына келеді. Келесі белгісі көз бен терінің сарғаюы, бауыр ауруының белгісі. Сарғаю процесі ұзақ уақыт бойы дамыған сәтте адам бұл белгілерді байқамай қалады. Бұл кезде өт жолы бітеліп, немесе ісік пайда болуы салдарынан пайда болады және теріде қышыну сезімі бірге жүреді. Бауыр ауруының келесі белгісі іштің ұлғаюы. Бауыр барлық диффузды ауруларында іштің ұлғаюы байқалады. Бауыр ұлғайған кезде көк бауырда ұлғаяды. Арық адамдардың іші ұлғаю асимметриялық түрде болады және бауырдың ұлғайғанын байқауға болады. Іштің кебуі ас қорытудың қиындықтарының белгісі. Бауыр ауруы кезінде іште сұйықтық жиналып, оның көлемі бірнеше литрге жетуі мүмкін. Іш ісінген кезде салбырап, кіндік шошайып шығып тұрады. Келесі белгілері теріде өрмекші торы секілді тамырлардың пайда болуы. Бауыр ауруының белгілері: ішкі ағзада эстрогендер көп мөлшерде жинақталғанда тор секілді тамырлар пайда болады. Эстрогенді гормон ағзада көп болса, тамырға кері әсерін тигізеді. Торлы тамырлар 2-5 см көлемінде болып ұлғая бастайды. Бұл тамырлардың аяқта, қолда, арқада, мойынға да шығып кетуі мүмкін. Келесі белгісі теріде қызыл немесе қоңыр түсті бөртпелер пайда бола бастайды. Тіпті табанға да шығады. Бұл түйіршіктер қан тамырларының және қан айналымының нашарлауынан пайда болады. Бауыр ауруының соңғы белгісі диспепсия. Бұл белгі кекіру, жүрек айну, құсу, іш қату, тамақтанғаннан соң асқазанның ауырсыну сезімі. Ас қорыту мен ішек майларының бұзылыстарынан кейін үлкен дәреттің өзгеруі пайда болады. Ауруының белгілері осындай. Бауыр созылмалы ісінгенде жоғарыдағы құбылыстар анағұрлым баяу, қауіп қатерлі төмендеуі болады. Жалпы бауыр ауруының белгілері жұмыстан қажып, шаршау, ұйқышылдық, ауызға кермек дәмнің келуі, көкіректің қыжылдауы, бауыр төңірегіндегі ауырсынуымен байқалады. Бауырда ауырсыну белгісі болмайды, сондықтан да жоғарыда айтылып өткен белгілер байқалса, дәрігерге қаралуға кеңес береміз. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, подписаться кнопкасын басып кетулеріңізді сұраймын.